Тәуелсіздік тәу етер жалғыз кие. Бабаларымыздың ізгі жолымен келген құндылықты бағалау әрбір азаматтың парызы. Оқ пен оттың ортасында тыныштық таппай ғұмыр кешіп жүрген талай елдің азаматын көргенде осындай бейбіт елде туғаныма шүкір етемін. Еліміз егемендік алған жылдардан бері жастардың келешегіне ерекше мән беріліп келеді. Елімізге жастарға жасалған жағдай мен берген мүмкіндіктер мол. Осындай үлкен мүмкіндікті пайдаланып, жоғарғы оқу орнында, магистратурада, мемлекеттік грант негізінде білім алып, қалаған мамандықты меңгердім. Бүгінде ұстазбын. Өзімнің ұрпақ тәрбиесі арқылы ұлт болашағын тәрбиелеп жатқанымды абырой санаймын және зор жауапкершілік деп сезінемін. Қалаған елде білім алуға мүмкіндік жасалған, осындай елде өмір сүріп жатқан жастар бақытты. Кез келген ел өзінің болашағын жастармен байланыстырады. Жастарды ұлттың көшін алға бастайтын локомотив ретінде таниды. Ал ел тәуелсіздігімен бірге дүниеге келіп, елдің дамуымен бірге даму, ол өз алдына бөлек сезім, жөні бөлек жауапкершілік. Мен үшін тәуелсіздіктің құрдасы болу, жаңа мемлекетті бірге құру. Ел тірегі болатын жас ұрпаққа білім беру және тәрбиелеу білікті де білімді ұстаздардың қолында. Елде қандай қиын кезеңдер болса да, білім беру жүйесі тоқтаған емес. Пандемия кезінде де ұстаздар елеулі еңбек етті. Білім министрлігі, жергілікті жерлердегі білім басқармасы оқушылардың қашықтан білім алуына мүмкіндік туғызды. Бұл жас ұрпақтың ертеңіне деген жауапкершілік. Мен де ұстаз ретінде бұл жүктің салмағын түсініп, білім жолында талмай еңбек етуге дайынмын. Мұғалім мәртебесі көтеріліп, ары қарай жұмыс жасауыма үлкен мүмкіндіктер жасалып отыр. Біліміңді еңбекпен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас тот баспастан жарқырай түседі деп Қаныш Имантайұлы Сәтбаев айтқандай, әрдайым өз білімімді жетілдіру үстіндемін. Тәуелсіздігіміздің тұтқасын мықтап ұстап қалар ел болашағы, жас ұрпақ біздің қолымызда. Тәуелсіздігіміз баянды, елдігіміз мәнді болсын.